Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен шабдалыдан жасалатын осындай әдемі пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше пирогымызды бастайтын боламыз. Осындай таза құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып, шекерімізді салып, аппақ болғанша миксерлейтін боламыз. Жақсылап миксерлейміз, сонда пирогымыз әдемі болып көтеріледі. Ал енді сұйық майымызды және осындай қаймағымызды қосып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Ал енді ұнымызды екіге бөліп салып, үстіне қамыр қопсытқыш салып, алдымен осылай лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сосын миксердің көмегімен бір рет миксерлеп жібереміз. Ал енді осы қамырымыз дайын болған қамырды ыдысқа салып, бетіне шабдалымен әсемдейтін боламыз. Мен осылай алдын ала шабдалын турап дайындап қойдым. Осылай әдемілеп бетіне орналастырып шығамыз. Осы пирогымызды алдын ала қыздырылған пеште пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын. Бетіне осылай сахарный пудраны сеуіп шықсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын.